Сәлеметсіздер ме? Бізде академиялық жазылым сабағы бойынша тапсырма орындаған Шататхан Адела, Шыныбаева Назым және Талдабек Зерде. Біздегі тақырып Пирсон корреляция коэффициенті. Пирсон коэффициенті бір интервалда немесе қатынас шкаласында өлшенетін екі айнымалының арасындағы байланысты білдіретін корреляция коэффициентінің түрі. Пирсон коэффициенті бұл екі үздіксіз айнымалылар арасындағы байланыс күшінің өлшемі. Пирсон коэффициенті екі айнымалының арасындағы байланысты білдіретін математикалық корреляция коэффициенті. Ол x және y деп белгіленеді. Пирсон коэффициенті плюс 1-ден минус 1-ге дейін, плюс 1 оң корреляцияны, минус 1 теріс корреляцияны, ал 0 қатынасты білдірмейді. Пирсон коэффициенті себепті емес корреляцияны көрсетеді. Ағылшын математика және статистика Карл Пирсон көптеген статистикалық әдістерді, соның ішінде Пирсон коэффициентін, хи квадрат тест, R мән және сызықтық регрессияны дамытқан деп есептейді. Біз оны екі формула арқылы есептей аламыз. Яғни міне мұндағы формула, сонымен қатар екіншісі міне. Енді мысал қарастырайық. Бізде таңдамалы ең аз таңдама берілсін x және y. Бұл жерде Пирсон сызықтық корреляция коэффициенті осы шағын таңдамалар үшін, яғни аз таңдамалар үшін алынған. Біз оны мына формула арқылы таба аламыз. Яғни xi минус x бұл бізде орта мәні, y-тің орта мәні бөлінген n, бұл жалпы мәні сигма x және сигма y. Сигма дегеніміз ол бізде стандартты ауытқу болып табылатынын білеміз. Енді біз бірінші осы жерден x-тің орта мәнін табайық. Ол үшін табамыз тең болады среднее значение среднее значение жақша ашамыз. Осы жерде бізде бұл x-тің мәндері ғой, сол себепті осылай жазамыз, және де жақшаны жабамыз, enter. Келесі бізде енді y-тің орташа мәнін табайық. Среднее значение жақша ашамыз. Бұл жерде бізде y-тер болып табылады. Жақшаны жабамыз, enter. Міне бізде мынау x-тің, ал мынау бізде y-тің орташа мәні. Енді біз сигманы, яғни стандартты ауытқуды табайық. Ол кезде тең болады. Stand отклон b, отклон точка в. Жақша ашамыз. Бізде бұл жерде x-тің жақша жабамыз, enter. Міне бұл бізде x-тің стандартты ауытқулары. Енді екінші y-тіңін табайық. Тең болады stand отклон точка в. Жақша ашамыз. Бұл жерде y-тің мәндері, жақша жабамыз, enter. Ал мынау бізде y-тің стандартты ауытқуы болып табылады. Енді осы жерден бізде барлығын тауып алдық. Ендеше мынау бізге жалпы суммасын табу қажет. Яғни мына екі көбейтіндінің жалпы қосындысын табу керек. Біз оны осы сыбағаны жазайық. Мына жерге жазайық. Тең болады сумма және де жақша ашамыз. Бізде бұл жерде міне x1-ден азайтамыз біз орташа мәнін. Міне xi. Жақша жабамыз. Бізде бұл айнып кетпес үшін, жақсылап бекіту үшін мұнда доллар белгісін қоямыз. Келесі осыны біз көбейтеміз, жақша ашамыз. Міне y1-ден азайтамыз, оның орташа мәнін жақша жабамыз. Бекітеміз, доллар белгісін ұмытпаймыз. Енді осыдан бізде жалпы қосындысы мынаған тең екендігі шығады. Енді біз осыны автоматты түрде орындаймыз. Міне. Мынау бізде жалпы қосындысы. Енді бізге Пирсон сызықты корреляция коэффициентін табу үшін мынаған бөлуіміз қажет. Ол үшін мына жерге жазайық. Тең болады
тең болады xi так жақша ашамыз. Міне мынадан жақша жабамыз. Мына жерге біз сумма деуді ұмытпаймыз. Жақша жаптық. Енді біз осыны не істейміз? Бөлеміз. N деген ол бізде 10-ға тең. 10-ға. Оны бөлеміз. Біз сигма 1-ге және де оны бөлеміз сигма 2-ге. Міне. Осында бізде шыққан мәнін қарасаңыз, Пирсон коэффициенті минус 0,10,89,679-ға тең болды. Бұл дегеніміз нені білдіреді? Бұл x және y ең аз таңдамалардың арасындағы байланыс өте жақын және кері болып табылады, яғни тығыз кері байланыстың бар екендігін көрсетеді. Біз осыны тікелей осы формуланы Пирсонның сызықтық корреляция коэффициентін пайдаланып есептедік. Енді біз мына формуланы, яғни Карель функциясын қолданып көрейік. Біз Карель функциясы бар екенін білеміз, иә? Бұл үлкен таңдамаларға арналған, бірақ біз аз таңдамалар үшін де қолдана аламыз. Ендеше осы формула бойынша біз анықтап көрейік. Оны мына жерге жазайық. Яғни оны жазу үшін бізге не қажет? n-1, яғни n-1 дегеніміз ол біздегі берілген, яғни 9-ға тең. Бізде тең болады Карель функциясы, және де жақша ашамыз. Бұл жерде бізде міне А мәндері және де нүктелі түр Б мәндері, яғни Y. Осыны жақша жабамыз, біз бөлеміз. Бірінші көбейтеміз 9-ға, міне, яғни n-1. Оны бөлеміз 10-ға. Осылайша бізде бұда да тура алдыңғы мәндегідей ұқсас мән шықты. Яғни бұл дегеніміз екі жол арқылы да біз сызықтық корреляция коэффициентін анықтай аламыз деген сөз. Яғни x және y арасындағы байланыс өте жақын. Назарларыңызға рахмет.